Насыл? Жүріңіз кеттік, мамам сізді күтіп жатыр. Бізде ар жақтағы тұрған ауылымызда интернет жоқ. Балдарым алдын интернатта оқыды, Қазығұрт ауданында. Одан енді кейін карантин кезінде ол неде жабылып қалды, интернатта. Ол жерде интернет сет жоқ. Ол жерде балдар қырға шығып сабақ оқитын. Балдар сабаққа шығып, қырға шығып түседі. Мама сабақ интернет жақсы ұстамай жатыр бізде дейді. Сосын не қылып кезегіміз келіп, осы жерден алып, осы жаққа келіп қалдық. Енді балдар қиналмай сабағын оқып жатыр. Нұрасыл мен Ақерке екеуі отличный үздік болып шықты үздік болып. Сабақ жақсы оқиды бұл екеуі. Біз биыл 10 сентябрьде алдық. Кезегіміз келіп, үйді іздедік, өздеріңіз табасыздар деді. Осы үйді іздеп, тауып, рой арқылы алдық. Қуаныштымыз өте алғанымызға. Балдарым да қуанып жатыр. Жолдасымыз екеуміз құйдық осы ақшаны. Осылай болады деген екен құйып. Кезегімізді күтіп отырдық. Құда қаласа болып қалар деп. Әркім әртүрлі алданып қалдыңдар сендер. Неғып алмайсыңдар, осы уақытқа дейін қашан аласыңдар дейді. Оған енді алып қаламыз, Алла нәсіп етсе деп айтып түсіндірдім. Енді сенетін шығар, енді алғанымызды енді көріп жатыр ғой, енді естіп, ұялды деп естіп де. Келіңіздер, не жерде тамақ ішетін кухнямыз, құда қаласа. Балдарға кішкене холодильник, мына жерде ас бөлмеге деп газ плита алып қойдық. Жолдасым подарка жасады. Жақында ремонт жақында жүрді. Кеше краскілеп болдым. Зал, бұл да жақында полын қақтық, енді кішкене ремонты бар. Мына балдардың бөлмесі. Мына спальни. Қонақтар келсе де күтіп шығарып сала береміз. Бұл жақта бір бөлме. Мен өзім жасай берем қолдан. Қонақ күткенде ешкімнен көрпе сұрамай өзімнен шығады қонақ күтсем. Келетін қонақ бар, қонатын қонақ бар дегендей. Бұлар қыздардың бөлмесі. Қыздарға детский осы жерге кішкене астан дәм тисін деп, ауыз тисін деп кішкене дастарханымызды жазып қойдық. Төрлетіңіздер. Отбасымызбен бақыттымын деп айта аламыз, бақыттымыз. Балдарым да қуанып жатыр. Мама шынымен алдық қой деп қуанды уақытын бірінші кезде балдарым. Мама енді біздің үй болды ма деп қояды. Армандайтынымыз қаладан да бір үйіміз болса деп. Енді арман орындалмайтын нәрсе болмайды екен. Армандасаң, арманыңа жетер екенсің. Енді осы арманымыз, енді осы балдарымызды осы үйде жақсылап оқытып, тәрбие берсек, осыларды оқуға түсірсек деген арманындамыз. Осы балдарымды жақсылап ешкімнен кем қылмай, осыларды өсіріп, тәрбие беріп, арманымыз сол. Шымкентке келген кезде үйге келіп тұрыңыз. Әр уақытта есігім ашық.